Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum құрметті достар, құрметті жамағат. Бізде араб тілі 18-ші күн, яғни 18-ші сабақ. Сонымен бізде бүгінгі тақырып алдыңғы сабақтарда біз етістікті өттік, яғни фиғылды өттік. Фиғылды екіге бөлінеді дедік бірден. Фиғыл екіге бөлінеді қандай? Өткен шақ, келесі шақ деп. Өткен шақ, фиғыл мади деп болады арабтар. Мади. Сосын ол не қажет емес. Сосын фиғыл мади, сосын өткен шақ, осы шақ болады. Осы шақ. Мударих дейді. Осы шақ. Осы шақ дегеніміз енді қазір болып жатқан бұл мударих дейді. Мударих. Біздің осы шақ дегеніміз, осы шақ және келесі шақ екеуі бірдей болады. Әзірге біз бұған бас қатырмай қойық. Бізге керегі өткен шақ, мади. Енді біз айттық. Өткен шақ дегеніміз өзі орындалып қойған, осы уақытқа дейінгі, қазіргі уақытқа дейінгі жасалып қойған іс-әрекеттер, ол түсінікті өткен шақ. Енді біз айттық, есімдіктер өте маңызды дедік. Соған қатысты бір-екі әңгіме айтып жіберейік. Есімдіктер біздер айттық. Есімдіктер қандай еді? Есімдіктер екіге бөлінеді дедік. Екі түрі бар есімдіктер. Есімдіктер мен, сен, ол дегендер. Есімдіктер тәуелсіз деп бөлдік. Екіге бөлдік. Тәуелсіз немесе жекеше түрі. Тәуелсіз түрі болады. Олар қандай? Тәуелсіз түрі дегеніміз хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Осылар біздер есімдіктердің тәуелсіз түрі. Бұлар туралы айтып жіберсек, тәуелсіз түрі дегеніміз олар әрқашан рафқа болады, статус. Тәуелсіз түрлер әрқашан рафқа болады. Статус рафқа болады. Сосын тәуелсіз түрлер статустар рафқа болады. Рафқа. Сосын типі нақты болады. Есімдіктердің барлығы типтері нақты болады. Яғни жалпы нақты деп бөлдік қой біз есімдерді. Тәуелсіздіктер есімнің бір түріне жатады. Бірақ біз екіге бөлдік есімдіктерді. Тәуелсіз түрі бар. Сосын жалғанған түрі бар деп. Жалғанған түрі. Екінші түрі жалғанған түрі. Жалғанған есімдіктер. Жалғанған. Не үшін жалғанған? Себебі бұлар не есімге жалғанады, не харфқа жалғанады, не фиғылға жалғанады. Яғни етістікке. Үш жағдайда жалғанады бұлар. Ал жалғанған уақытта біз айтамыз, оның статусы жалғанса, оның статусы біз айттық, не насып болады дедік, не жар болады дедік. Дұрыс қой? Не жар болады дедік. Ал қалай ажыратамыз? Бүгінгі тақырып сол. Бүгінгі тақырып осы. Статус насып немесе жарды қалай ажыратамыз? Есімдіктерді. Енді есімізге түсірейік, есімдіктер қандай еді? Мыналар міне. Біз айттық, есімдіктер екіге бөлінеді. Тәуелсіз және жалғанған жекеше түр немесе. Сарымен белгіленгендер бұлар жалғанған түрлері. Жалғанған түрлерін біз айттық, насып немесе жар болады дедік міне. Н-ж деген насып немесе жар деген сөз. Бүгінгі осы сабақта біз айырамыз. Түсінетін боламыз, қай уақытта насып болады, қай уақытта жар болады. Сонымен қайталай жіберейік. Хуа, хума, хум. Бұлар тәуелсіз түрі. Хия, хума, хунна. Тәуелсіз болса, біз айттық не дедік? Бұлар тәуелсіз болса, міне мұнан көшіріп алайық. Тәуелсіз болса, статустар рафқа болады дедік. Дұрыс қой? Тәуелсіз болса, рафқа болады статустары. Шарттайық міне. Тәуелсіз түрі болса, рафқа болады. Мыналар тәуелсіз түрі міне. Хуа, хума, хум. Рафқа түрі. Хия, хума, хунна. Рафқа түрі. Статустарды болары. Хума, хунна. Анта, антума, антум. Рафқа түрі. Тәуелсіз түрі. Яғни жекеше. Бұлар Құранда, сөйлемде, аятта жекеше өздері болса жалғыз келеді.
Анти, антума, антунна. Ешқандай харф, ешқандай исім жалғанбайды. Сол ғой жекеше тәуелсіз дегеніміз. Ешқандай жетістікке, фиғылға, ешқандай харфке жалғанбайды. Бұлар жекеше осылай өздері жеке дара келеді. Анти, антума, антунна. Рафқа түрі. Ана, нахну. Рафқа түрі. Мағыналары. Мағыналарын білетін болармын. Жаттау хуа, ол, хума, ол екеуі, хум, олар. Рафқа тұста. Хия, ол, женский род. Хума, ол екеуі, женский род. Хунна, олар, женский род. Анта, сен, антума, сен екеуің, антум, сендер. Мына бірінші сөз, әрқашан бірінші сөз жекеше түр, екінші екілік, үшінші көпше түр. Сондықтан осылай жатталған жақсы. Анта, антума, антум. Женский родта. Анти, сен, антума, женский род, сен екеуің, антунна, сендер, женский родта, көпше түрде. Сосын ана, нахну. Ана деген мен, нахну деген біз. Құранда өте кездеседі. Бұлар өте маңызды тақырып деп айтып жатыр. Енді жекеше түрі бұлар. Енді жалғанған түрлері. Жалғанған түрлері бізде айттық насып немесе жар болады мін түр. Енді хуа деген бізде рафқа, оның насып немесе жар түрі ху болады, міне мына жерде тұр. Ху немесе хи болады міне. Так. Сосын хума деген рафқа, оның рафқа насып жары хума болады екен. Жақсы, ештеңе өзгермейді. Хум деген бізде рафқа, оның насып жары хум болады. Ештеңе өзгермейді. Жақсы. Хия бізде рафқа, оның насып жары қалай болады? Насып жар түрі қалай болады? Ха болады екен. Міне ха. Насып жары ха болады. Қай уақытта насып, қай уақытта жар, қай өтеміз алғаласы. Yok қылып мынаны. Сосын хума рафқа, оның насып жары хума. Не үшін қызыл? Себебі женский деген білдіріп тұр. Хунна, бұл бізде рафқа тұста тұр. Олар женский родта, оның насып жары хунна болады. Ештеңе өзгерген жоқ. Жақсы кеттік. Келесі. Анта, антума, антум рафқа, оның насып жары қалай болады? Антаның насып жары ка болады. Сен деген, яғни неге мына арасына не салмайды? Насып жары қалай болып тұр? Ка болып тұр. Мына Т-дан басталады да, Т-ны К-ға өзгерте салады. Т-ны алады, содан К-ға өзгерте салады. Антума, тума дегенді алады. Тума дегенде Т-ны К-ға өзгерте салады, сонда кума болады. Антума рафа, кума бізде насып жары болады. Антум бізде рафа, насып жары, тум дегенді алады да, кумға өзгерте салады. Кум. Сендер. Анти, рафа, насып жары қалай болады? Ки. Ти дегенді алады да, киге өзгерте салады. Сосын, ол бізде антума рафқа, оның насып жары қалай кума болады. Тума дегенді алады да, мына жерден тума дегенді алады да, кума өзгерте салады. Сол насып немесе жары болады. Антунна рафқа, оның насып жары, тунна дегенді алады да, куннаға өзгерте салады. Жақсы. Ана рафқа, мен деген сөз, оның насып немесе жар түрі кейде и болады, кейде не болады. Нахну, біз деген сөз, рафқа тұста, оның насып жары нә болады, нә деген болады. Насып немесе жар. Енді қай уақытта насып, қай уақытта жар болады, соған тоқталайық. Жалғанған түрі. Есімдіктердің есімдіктер қай уақытта? Есімдіктер, жалғанған есімдіктер. Ой, не өкпет тұнам. Жалғанған есімдіктер қай уақытта насып болады, немесе жар болады. Соны үйренейік. Есімдіктер. Жалғанған есімдіктер. Жалғанған есімдіктер. Есімдіктер. Жар статуста болады. Қандай жағдайда? Екі жағдайда. Жар. Жар статуста болады. Қандай жағдайда? Келесі жағдайларда. Кеттік көрейік. Жалғанған есімдіктер жар статуста болады. Қандай жағдайда? Бірінші. Харф жар. Харф жар дегенде өттік қой. Харф жардың жұмысы не? Өзінен кейінгі жарды, өзінен кейінгі есімді жар болу. Сондықтан бірінші харф жар.
Харф жар плюс есімдік болса, осы есімдік дамир деп қояйық. Дамир дейді ғой, арабтар дамир деп қояды. Харф жарға есімдік жалғанса, онда ол жар статус табады. Міне, жар статус. Бірінші себебі қай кезде жар болады? Егер харф жарға жалғанса дедік. Харф жар дегеніміз кім? Бәта, каф, лам, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. 11 түрлі харф жар бар. Құранды есетін, соны жаттауға керекпіз. Оны алдыңғы сабақтарда айттық. Егер харф жарға дамир жалғанса, онда ол жар статуста болады. Міне, жалғанған есімдік жар статуста болады. Түсінікті ме? Бірінші жағдай. Жалғанған есімдік жар болады. Қандай жағдайда? Бірінші харф жарға жалғанса. Яғни харф жардың жұмысы өзінен кейінгі есімді жар қылады. Бізде есімдіктер, дамирлер, олар есімге жатады, есімге, сондықтан ол жар болады. Екінші жағдай идафа. Идафа дегеніміз не? Идафа мудаф және мудаф илей. Идафа. Екінші идафа болғанда. Яғни жалғанған есімдік бізде не болғанда? Мудаф илей болғанда. Мудаф илей болған жағдайда. Мудаф илей болған жағдайда жар болады. Мудаф идафаның біз еске түсіріп жіберейік. Идафа дегеніміз не еді? Идафа. Идафа екі нәрседен құралады. Мудаф. Мудафтың шарты қандай? Статус жеңіл болу керек. Жеңіл. Сосын әл болмау керек дедік. Әл, арабшадағы әл болмау керек. Артикл. Әл деген болмау керек дедік. Жақсы. Әл болмау керек дедік. Мына не қот. Сукун. Жарық, осым. Сукун болу керек. Мудафтың бірінші, мудафтың шарты статус жеңіл болу керек, сосын әл болмау керек. Әл жоқ деп қояйық. Әл жоқ. Әл болмау керек. Сосын мудафтың шарты қандай еді? Мудаф жар статуста болу керек. Жар статуста болу керек. Міне, сосын жар статуста болу керек. Сондықтан, егер мудаф илей болған жағдайда, бізде есімдік, я дамир әрқашан жар статуста болады. Мудаф бізде жар статус, мудаф илей ғой, мудаф илей қалай болу керек? Жар статуста болу керек. Екеуі бірге жүреді. Түсінікті ме? Қандай жағдайда жалғанған есімдік жар болады? Бірінші алдында харф жар келсе, яғни харф жарға жалғанса, дамир дегеніміз есімдік, харф жарға жалғанса, онда ол жар болады. Сосын, екінші мудаф илей болса. Мудаф илей дегеніміз қай уақытта есімдік, егер есімге жалғанса. Бұл жерде есім сөзге жалғанғанда 100% мудаф илей болады. Есімге жалғанса, ол мудаф илей болады. Есімге жалғанғанда. Андадик. Есімге жалғанғанда мудаф илей болады. Яғни екеуі есім плюс есімдік идафа болады. Түсінікті да? Китаби, мысалы, менің кітабым. Сөйтіп, екі жағдайда жар болады. Мудаф илей болғанда, яғни есімге жалғанғанда. Керісінше бүйтіп қойып, бірінші харф жар дейік, сосын есімге жалғанғанда ол мудаф илей болып тұр дейік. Есімге жалғанғанда ол мудаф илей болады. Харф жарға келсе ол жар маджрур болады. Жар маджрур болып тұрады, сондықтан ол жар болады. Жар маджрур дейміз да. Маджрур. Сол кезде ол есімдік жар болады. Сосын есімге жалғанса мудаф илей болады да, сондықтан жар болады. Есімдік. Жалғанған екіншісінде осы екі жағдайда жар болады дедік. Сосын, енді екі жағдайда насып болады. Қандай жағдайда жалғанған есімдік насып болады? Екі жағдайда. Бұл да оңай. Екі жағдайда насып статуста болады. Насып болады. Қандай? Насып статуста болады деп. Мына көше салайық.
насып ұстауға болады. Оны атайтып тұр. Қандай жағдайда? Егер бірінші харф насып келсе, алдында харф насыптан кейін келсе. Харф насыптан кейін келсе, харф насыпқа жалғанса, онда ол насып статуста болады біздің неміз, есімдігіміз, дамиріміз. Харф насыпқа жалғанса. Сосын, инна Каусер сүресінде бар ғой, инна деп басталады. Инна плюс на деген. На деген бізде салғанған есімдік, біз дегеннің. Сонда арасында біз деген мағынасы бар. Инна. Сосын екінші жағдайда, қай жағдайда насып болады? Екінші жағдай бұл бүгінгі тақырып фиғылға жалғанған кезде. Фиғылға жалғанса. Фиғылға жалғанса насып болады. Харф насыпқа жалғанса болады. Харф насыпқа жалғанса насып болады. Енді харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі есімді насып болу, біздің есімдігіміз ол есім, сондықтан ол насып болады. Екінші жағдай фиғылға. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Фиғылға жалғанғанда ол насып болады. Соны көрейік. Тақырыбымыз сол бүгінгі. Енді мысал. Біз айттық. Өткен шақта біз өттік та, міне мысалы, бір қайталай берейік. Насара дегенді қайталайық. Насара деген бұл бізде өткен шақ. Әзірге бізге мен айтып отырмын өткен шақ деп, оның белгісі не? Мына фатха соңындағысы. Бұлар соңында өткен шақта соңынан өзгереді. Соңынан өзгерсе біз білеміз, оның ішінде қандай есімдік жасырын тұрған. Бірінші, насара болса, біз айтамыз, оның ішінде хуа жасырын тұр. Насара болса, ішінде хума жасырын тұр. Насару болса, ішінде хум жасырын тұр. Сосын, насарат болса, сукунды ішінде хиян жасырын тұр. Насарата болса, ішінде хума жасырын тұр. Насарна болса, ішінде хумна жасырын тұр. Насарта ішінде анта жасырын тұр дейміз. Насартума, бұның ішінде антума жасырын тұр. Насартум ішінде антум жасырын тұр дейміз. Насарти ішінде анти жасырын тұр. Неге қазір мағынасын аударғанда бұл қажет болады. Насартума ішінде антуманы жасырын тұр. Насартунна ішінде антунна жасырын тұр. Насарту ішінде ана жасырын тұр. Өткен сабақта өткен болатымыз жаттығу жасадық. Насарна ішінде нахну деген есімдік жасырын тұр. Енді қараңыздар, мағынасы қалай болады? Насара ішінде хуа жасырын тұр, яғни хуа деген ол деген мағына білдіреді. Сонда насара ол көмектесті. Насара ішінде хума жасырын тұр. Хума деген ол екеуі деген мағына білдіреді. Сонда ол екеуі көмектесті. Барлығы өткен шақ фиғыл мади. Насару ішінде хум деген жасырын тұр. Хум деген олар. Сонда олар көмектесті деген болады. Насарат ішінде хия жасырын тұр. Хия дегеніміз не? Ол женский родта, ол қыз көмектесті. Насарата, ол екеуі, ол екі қыз көмектесті. Ішінде хума жасырын тұр. Насарна, ішінде хунна. Хунна дегеніміз олар женский родта. Олар әйелдер, олар қыздар көмектесті деген болады. Сосын, насарта, қалай аударамыз? Көмектесті. Кім көмектесті? Ішінде анта. Анта деген сен. Сен көмектестің. Насартума. Кім көмектесті? Антума. Сен екеуін көмектестіңдер. Насартум, антум бар ішінде. Насартум, антум дегеніміз сендер көмектестіңдер деген мағына шығады. Насарти, тидің ішінде анти бар. Анти деген сен женский родта. Сонда насарти сендер, сен женский, сен қыз көмектестің. Насартума, ішінде антума бар. Сонда сен екі қыз көмектестіңдер. Насартунна, антунна сендер қыздар деген мағына білдіреді. Сонда насартунда кім көмектесті? Сендер қыздар көмектестіңдер. Насарту ішінде ана деген бар. Ана деген мен деген сөз. Сонда мен көмектестім деген шығады. Насарна ішінде нахну біз. Насарна біз көмектестік. Енді біз айттық, не деп айттық? Міне, есімдік фиғылға жалғанады. Фиғыл дегеніміз міне, насара. Насара бізде фиғыл. Яғни өткен шақтағы етістік, өткен шақтағы фиғыл. Насара
Бұған енді бізге бұған не болады? Әртүрлі есімдіктер жалғанады. Сол кезде ол насып болады. К деген міне. Насара К. Бұл міне фиғылға жалғанса, мынау насып болып тұр. Бұл жалғанған есімдік. Жалғанған есімдік екі жағдайда насып, екі жағдайда жар болады. Енді қандай жағдайда насып болады? Харф насып па десе, насара бізде харф насып емес. Мына жерде бұл насып болып тұр. Неге? Себебі міне фиғылға жалғанса есімдік анта дегеннен шығып тұр. К деген бізде бұл насып жағдайда тұр. Насып жағдайда. Насып деп біз не деп айттық? Насып бұл фиғылда толықтырушы сөздер дедік. Насып. Сонда мынаны қалай аударамыз? Мына насара К дегенде қалай аударамыз? Міне бұл есімдік жалғанып тұр, насып болып тұр мына К. Мына К насып болып тұр. Бұл анта дегеннің насып түрі. Енді бұны қалай аударамыз? Бірінші біз мына фиғылды аударамыз. Сосын барып мынаны қосамыз. Насыпты қосамыз. Сонда насара деген бізде қалай аударамыз? Насараның ішінде хуа бар. Сонда бұл қалай аударамыз? Ол көмектесті. Насара дегеніміз жалпы ол көмектесті деген сөз негізі. Ол көмектесті. Енді насара К оғанда К дегенді қалай аударамыз? К деген сен дегеннен келіп тұр, насып. Сонда насып бұл фиғылды толықтырушы сөз. Насара К сен дейді. Ол көмектесті. Ол саған көмектесті деген мағына шығады. Ол саған көмектесті деген мағына шығады. Бізде жалғанған есімдік болса, біз оны бірінші жоқ сияқты болып, бұны біз бірінші жасыра тұрамыз, асын белгілеп, оны аудармаймыз. Бірінші фиғылдың өзін аударып аламыз. Мына есімдікті, жалғанған есімдікті алып тастаймыз бірінші, жоқ сияқты. Жоқ болғанда қалай болады? Ол көмектесті деген шығады. Сосын К деген жалғанады, саған көмектесті. Енді былай болса ше. Насара К болса ше. Насара К болса, бірінші насара дегенді аударып аламыз. Насара деген ол не? Ол екеуі көмектесті деген болады. Ол екеуі көмектесті. Ол екеуі көмектесті. Кімге? К деген сен деген, сонда ол екеуі саған көмектесті деген болады. Саған көмектесті. Көрдіңіздер ме? Осылай мына нелер жалғана береді. Есімдіктер етістікке жалғана береді. Сондықтан бұл есімдіктер өте маңызды тақырып арабшада. Егер бұл есімдіктер толық түсінбесек, ары қарай алып кету өте қиын болады. Мысал келтірейік. Енді мысал. Міне. Мына қызылмен белгіленгендер, бұлар есімдіктер, етістікке фиғылға жалғанып тұрған есімдіктер міне. Насара бізде бұл фиғыл, сосын оған міне есімдік жалғанып тұр. Бұл насып болып тұр. Неге? Есімдік фиғылға жалғанса, біз айтамыз насып болып тұр дейміз. Насара, ол көмектесті ха деген, ол өзі есімдік. Көрдіңіздер ме? Насар ту ху дейді. Бұл жерде етістік қайсысы? Жалғанған есімдік қайсысы? Бұл өте маңызды. Ху бізде жалғанған есімдік, насып болып тұр. Ал етістігіміз, фиғылымыз, міне, ту, насар ту. Насар ту деген бізде бұл, мұна бөлігі бізде фиғыл болып тұр. Ой, не болып қалды? Мұна бөлігі, ху бізде жалғанған есімдік, сосын алғашқы бөлігі, бұл бізде фиғыл болып тұр. Көрдіңіздер ме? Насарат ни. Ни деген қайдан келіп тұр? Біз айттық, ни деген, ана деген кейде ни болады, кейде и болады дедік. Міне, кейде ни, кейде и. Ана деген мен деген. Насарат ни. Мынау бізде жалғанған есімдік болып тұр.
ал мынау бізде фиғыл болып тұр. Көрдіңіздер ме? Аударамыз. Әзірге біз ажырату керекпіз. Қайсысы жалғанған есімдік, қайсысы фиғыл екен. Міне, күнна бізде жалғанған. Бұл қайдан шығып тұр? Антунна, күнна деген міне антуннадан шығып тұр. Міне, антунна рафа, оның насыбы міне күнна болып тұр. Бұл насып болып тұр. Себебі алдында, бұның алдында не келіп тұр? Фиғыл келіп тұр. Міне. Ой, не өп кетті маған. Түсінікті ме? Келесі. Алламтума хума дейді. Бұл жерде міне хума деген бөлек насып болып тұрған есімдік жалғанған. Ал алдыңғысы бізде не болып тұр? Фиғыл болып тұр. Осы ажырату керекпіз. Қайсысы фиғыл? Нә бізде жалғанған есімдік насып болып тұр. А мынау бізде фиғыл болып тұр. Қалуху. Бұл жерде жалғанған есімдік ху болып тұр. Міне қызылмен белгілеп қойған. Ал фиғылымыз мына қалу болып тұр. Есімдік етістікке жалғанса, ол әрқашан насып болады. Бұл мысалдар. Енді жаттығуға да көрейік. Мына екі сөзден құралып тұр. Бізге ажырату керек. Мағынасы әзірге маңызды емес, ажырату керек. Қайсысы жалғанған есімдік бар ма, жоқ па? Қайсысы фиғыл? Бұл жерде ихтартука бізде ка деген бұл жалғанған есімдік болып тұр міне. А мынау басы бұл не болып тұр? Фиғыл болып тұр. Қай фиғыл? Көрдіңіздер ме? Ихтарту бізде насараны есімізге түсіреміз. Қай фиғыл? Тумен бітетін бізде насара бар ма? Мынау бізде шаблон паттерн дейміз. Мынау шаблон міне. Ана насарту міне тумен бітіп тұр. Сонда мынау ихтарту мен бірдеме істедім дейді. Мағына салайын. Ихтарту мен таңдадым деген сөз. Мен таңдадым. Ка деген сен дегеннен келіп тұр ғой. Анта. Сонда мен сені таңдадым деп аударамыз. Көрдіңіздер ме? Түсінікті болды ма, түсінікті болмады ма? Келесі, бесте қалай болады? Бесте жалғанған есімдік бар ма? Міне, хә деген мін тұр. Бұл жалғанып тұр. Сондықтан бұл насып болып тұр. Хә деген қай есімдіктен келіп тұр? Есімдікті есімізге түсіріп, мына міндетті тұр жаттауға көріппіз. Мін тұр, міне, хә деген. Ол мына хияның насып түрі. Көрдіңіздер ме? Ал мына алдыңғысы әзірге бізге просто жай аудару емес, мына ажырату. Жаална дейді. Көрдіңіздер ме? Енді жағална, бірінші жағалнаны аударып аламыз. Қараңыздар, жаална, насараны қайсынан келіп тұр? Есімдік тауып аламыз. Жаална, мына деген нені білдіреді? Жаална, насараны есімізге түсіреміз ол үшін. Міне, нәхну насарна, міне, нә деп тұр. Яғни біз деген, біз жараттық. Жаална, біз жасадық оны деген мағынаны береді. Фә деген сөйтіп деген ғой. Фә деген әзір керек емес. Жаална деген біз оны деген мынау. Біз оны жараттық деген әңгіме шартын жерде. Бұның бәрі Құрандағы аяттардан үзінділер. Сонда қалай аударамыз? Бірінші бөліп алу керекпіз жалғанған есімдікті. Сондықтан есімдік өте маңызды араб тілінде. Міне. Сосын мына етістіктен фиғыл ғой, жаална деген фиғыл. Сол фиғылдан біз ажырату керекпіз. Қай есімдік? Хуа, хума, хунна. Ол үшін біз насараны есімізге түсіреміз. Хуа насара, хума насара, хун насару. Хия насарат, хума насарата, хунна насарна. Бізде қандай керек? Нә деген керек. Кеттік. Анта насарта, антума насартума, антум насартум, анти насарти, антума насартума, антунна насартунна, ана насарту, нахну насарна, мін нә. Нә деген, оның ішінде нахну деген есімдік жасырын тұр. Сонда біз не дейміз? Жағалына біз жасадық оны дейді.
біз оны жасадық дейді. Жағанна деген жасау деген әзірге солай керек. Сонда ха деген оны деген мағынаны білдіріп тұр. Бұл насып болып тұр. Кімде нені деген жауапқа, сұраққа жауап береді насып болған кезде. Қультуху. Енді бұл жерден біз мына біріншісі бізде фиғыл болады. Мынау бізде ху деген міне жалғанған есімдік. Оны қайдан білдік? Біз мынаны жаттап алу керек біз дедік. Ху деген мүнтір. Міне ху деген мүнтір. Қультуху. Мына қульту дегеннің ішінен біз бірінші есімдікті, ол кім? Кім туралы әңгіме болып жатыр? Қульту. Қул деген айту деген сөз. Кім айтты сонда? Мен айттым ба, ол айтты ма, олар айтты ма, біз айтты ма? Қульту. Ту дегенмен насараның есімізді түсіреміз. Мынаны. Ту деген мүнтір, насарту. Сонда насарту мен көмектестім деген сөз. Ішінде ана деген бар. Сонда қульту деген мен айттым деген сөз. Оны мен айттым. Оны деген қайдан шықты? Мынадан шықты. Ху дегеннен шықты. Жалғанған есімдік. Осылай ажырату керек біз. Мынау насып болып тұр бізде. Фиғылға жалғанса, есімдік әрқашан насып болады. Кеттік тағы. Келесі мысал. Мына аударуымыз бізге не табу керек? Жалғанған есімдіктерді. Мынау кішкене қиындау. Бұны өткізіп жіберейік. Ойбай. Не болып кетті? Кешірім сұрайын. Жаат-хум. Бұл жерде жалғанған есімдік бар ма? Насып болып тұрған мүнтір. Хум. Бұл қайдан шықты? Ол мынадан шықты. Хум деген міне. Насып болып тұр. Енді ал етістігім фиғылымыз қайсы? Жаат. Келу деген мағынаны білдіреді. Келу. Енді бізге сұрақ. Кім келді? Біз келдік деген сөз бе? Бұл өткен шақтағы сөз. Ол келді деген сөз бе? Ол үшін біз насараның есімізді түсіреміз. Насараны жаттау керекпіз. Хуа насара, хума насара, хум насару, хия насарат. Мүнтірмін. Сукунда аяқталып тұр. Сукунмен аяқталса, ішінде хия деген есімдік жасырын тұр. Яғни ол деген. Сонда ол келді, Хум деген олар деген сөз. Сонда біз қалай аударамыз? Ол оларға келді деген сөз. Ол женский родтағы сөз ол. Неге? Себебі мына жерде мына сукунды тартыр. Ол оларға келді деген сөз. Бізге маңыздысы әзірге мына ажырату. Ажырату нені? Мына есімдікті, жалғанған есімдікті фиғылға жалғанып тұрған мына ажырату, тану. Сосын мына мағынасын білмесек те, мынау бізде фиғыл екенін, фиғыл мады, яғни өткен шақтағы фиғыл екенін тану. Сосын қайсысы? Мына насара 14 қой бізде. Насара 14 түрге жіктеліп тұр. Соны қайсысы екенін ажырату. Оны қайдан білеміз? Мынау бізде қараймыз. Сукунды таға біліп тұр. Сукунды та бізде біреу міне. Насарат. Түсінікті ме? Келесі. Бұл да қиындау. Забаху хадид. Фазабахуха. Бұл жерде ха деген міне. Бұл бізде есімдік жалғанып тұр. Мынау фиғыл бізде. Мады, өткен шақтағы фиғыл. Фиғылға есімдік жалғанса, біз айтамыз, мына есімдік насып болып па дейміз. Дұрыс қой. Енді сұрақ. Мына забаху деген құрбан шалды деген сөз. Құрбан шалды, сойды. Енді бұларды кім істеді? Бұл фиғылдың есімдік табу керек. Қайсысы? Мен сойдым ба? Олар сойды ма? Біз сойды ма? Соны табу үшін біз есімдік керек. Енді ол үшін біз қайдан неге қараймыз? Мына соңғысына қараймыз. Насарада осындай бар ма? Соны іздеу керек біз. Забаху деген
Бізде насараның есімізді түсіреміз, оны 14 тілі. Хуа насара, хума насара, хум насару, амінтір міне. Сонда олар сойды, олар құрбан етті, құрбандыққа шалды, оны, ха деген оны. Ха деген қайдан келіп тұр айтпақшы? Олар дегенде мынадан білдік. Олар құрбан етті, ху деген құрбан етті деген сөз. Олар құрбан етті, нені? Оны, ха бізде насып болып тұр. Ханы қайдан білдік? Бұл бізде мынау. Ха деген міне. Насып болып тұр. Фиғылға жалғанғасын ол насып болып тұр. Келесі. Яғни олар оны, яғни бұлар сиырды айтып отыр ғой. Сиырды құрбандыққа шалды дейді. Сиырды өлтірді, Бақара сүресінде ғой. Сосын кеттік. Бұл жерде жалғанған есімдік бар ма? Кум деген бізде жалғанған есімдік. Оны қайдан білдік? Бұл қайдан шығып бар? Әнтум деген шығып бар. Міне, әнтум деген бар бізде. Есімдіктің рафға статустағы. Оның насыбы кум болады. Неге насып болып тұр? Себебі алдында өткен шақтағы фиғыл келіп тұр. Фиғыл мади келіп тұр. Дұрыс қой. Енді сұрақ. Мына фиғыл мадидің ішінен біз халақына жарату деген мағынаны. Кім жаратты? Біз жараттық па? Мен жараттым деген сөз бе? Сондықтан бізге не керек? Есімдік қандай есімдік жасырын тұр, соны білу керек. Оны білу үшін біз мынаны қараймыз. Қалай бітеді, соған қараймыз. Міне. Халақына деген бізде насараның есімізге түсіреміз. Нә деген бар ма? Бізде жоқ дейді. Нә деген бізде бар. Міне. Насар, нә, көрдіңіз бе? Мына бізде шаблон, сондықтан шаблон. Мына алдындағы сөз өзгеруі мүмкін, бірақ мына соңы өзгермейді. Сол арқылы біз танимыз. Насар, нә болса, біз айтамыз, оның ішінде нәхну деген сөз жасырын тұр. Нәхнудің мағынасы біз деген сөз. Сонда халақына кум мағынасы қалай болады? Халақына біз жараттық кімді нені? Кум сендерді деген сөз. Көрдіңіздер ме? Осылай аударамыз желеп. Сондықтан бұл тақырыпта өте маңызды. Есімдіктер, рафат статустағы есімдік, тәуелсіз есімдік, жалғанған есімдік бәрі өте маңызды тақырыптар. Мен жерде алайын. Акбар нәху. Бізде тану керекпіз. Мынау бізде, міне. Мынау бізде фиғыл мади болып тұр дейміз. Оны біз айтамыз, фиғыл мади болып тұр деп. Енді сұрақ қандай? Қайсысы? Насараның қайсысы бұл? Ішінде қай есімдік? Бұл яғни әрекет қой фиғыл дегеніміз. Кім орындап тұр? Біз деген бе, ол деген бе, олар ма, мен деген бе, біз деген бе? Ол үшін біз соңғысына қараймыз. Соңғы қалай бітті? Сүкунмен бітті, сосын нәмен бітті. Ол бізде қайсысын, насараның қайсысына келеді? Насара деген шаблонда сүкун мүнтір. Насар нә, ғунна деген бар. Ғунна деген олар әйелдер деген сөз. Сосын ғу деген бізде жалғанған есімдік бар межеде. Бұл насып болып тұр. Қайдан білеміз? Себебі есімдік фиғылға жалғанса, ол әрқашан насып болады. Енді келесі нелерді аударып көрейік. Келесі сөздерді аударып көрейік. Межеде несі берілген? Кімде қандай сұрақ бар? Кеттік. Аударайық осылар. Жаттығу. Енді әхләкіна бірінші фиғыл. Фиғылды белгілеп қойған болар. Әхләкіна жоқ қылды деген сөз. Енді сұрақ. Кім жоқ қылды? Біз жоқ қылдық деген сөз бе? Олар жоқ қылды деген сөз бе? Сол үшін біз бірінші мына соңғысына қараймыз. Қалай бітіп тұрғанына қараймыз. Нә деген біз деген насараның есімізді түсіреміз. Нәхну насар нә болып тұр міне. Сонда біз айтамыз. Бұның мағынасы біз жоқ қылдық деген сөз. Дұрыс қой. Біз жоқ қылдық. Енді ха деген тұр ғой. Ха деген бұл бізде насып болып тұр. Яғни кімге жоқ қылдық?
кімді нені оларды жоқ қылды. Ха деген бізде қайдан келіп тұр? Бұл насып болып тұр, ол міне хия. Біз оларды жоқ қылдық. Неге оларды? Себебі ха деген бұл бұзылған көпшілікке арналып тұр. Түсінікті ме? Бұзылған көпшілік болғасын, сонда біз қалай аудардық? Біз оларды жойған дейді. Біз дегенді айдан алдық, оны мынадан алдық. Өткен шақтағы. Сосын, оларды дегенді айдан алдық, оны мынадан алдық. Ха. Көрдіңіздер ме? Енді екіні қалай аударамыз? Жаахум. Бізде фиғыл мади өзі белгілеп қойған. Жаахум. Келу деген сөз. Енді кім келді? Мен келдім, ол келді, олар келді. Жаа. Насара несімізді сөйлеміз. Насара. Бұл немен біттір? Фатқамен біттір. Сонда бұның мәнасы қалай болады? Кім келді? Насара. Насараға ұқсап. Насара. Ол көмектесті. Яғни ол келді деген сөз. Ол келді. Кімге? Хум деген бізде не болып тұр? Жалғанған есімдік болып тұр. Ол келді. Ол хум деген олар деген сөз. Сонда ол оларға келді деген мағына шығады. Көрдіңіздер, жалғанған есімдіктерді ажырату өте маңызды. Келесі үшінші қалай болып тұр? Сақулат мауазинуху. Сақулат дегенде бізде не бар ма, соны сұрайық. Бұл бізде есім фиғыл мади, өткен шақтағы фиғыл. Енді бізге сұрап тұр. Бұда жалғанған есімдік бар ма? Жалғанған ешқандай есімдік жоқ. Мына жерде ешқандай есімдік жоқ. Жақсы. Енді мына сақулат ауыр басу, не деу? Әл-Қариға сүресіндегі аят қой. Сақулат есімдік қайсысы? Хия тұр, хия. Неге? Себебі насаратқа келіп тұр. Насарат, оның ішінде хия деген жасырын тұр. Ол деген, женский родта. Ол, женский род. Неге? Себебі таразыны айтып тұр ғой. Таразылар көпше түрде. Сондықтан ол женский родта түрі қолданып тұр. Сақулат мауазинуху. Мен жерде ху келіп тұр. Екеуі мудаф илей болып тұр. Мына екеуі идафа болып тұр. Кеттік. Макканнакум. Мына бізде исм мади, фиғыл мади болып тұр екен. Белгілеп қойған. Бізге не керек? Мынау бізде кум деген жалғанып тұр. Сондықтан бұл насып болып тұр. Жалғанған есімдік насып статустарда білеміз. Жақсы. Маккана дегеніміз орналастыру, сондай мағынада. Маккана, біз орналастырдық. Біз дегенді айдан алып тұрмыз. Оны мына нә деген айттыр. Насарада нәхну насар нә болса, біз деген мағынаны білдіреді. Сонда маккана, біз орналастырдық. Кум, сендерді. Кімді орналастырдық? Сендерді біз орналастырдық деген мағына шығады. Так, келесі. Мана деген бізде фиғыл мади деп тұр. Өткен шақтағы фиғыл деп тұр. Жақсы. Ка деген бізде бұл жалғанған есімдік қайсысы? Анта, яғни сен дегеннің насып түрі. Жақсы. Енді мана деген мағынасы қалай болады? Тоқтату. Бірдеңесін тоқтату. Сонда мана кім тоқтатты? Ол тоқтатты. Неге? Себебі хуа насараға ұқсап тұр, фатхамен бітіп тұр. Ол тоқтатты сені дейді. Мана ака сені тоқтатты. Ол сені тоқтатты дейді. Солай аударсақ болады. Келесі. Ағвайтани. Ағвайтани. Ол кішкене ауырлау екен, бірақ бізге біз қалай мағынасын білмесек те біз былай ажырата аламыз. Мынау бізде фиғыл мади, та деген анта сен бірдеңе білдірген, сен бірдеңе та деген бізде
Сүкун ментан келсе біз айтамыз сен деген. Анта деген жасырын тұр ішінде. Сосын не деген? Не ол бізде не? Ана дегеннің насып түрі, яғни маған деген сөз. Ни ана дегеннің насып түрі ғой. Фиғылға жалғанып тұр. Келесі жеті табиғака дейді. Табиға бізде еру деген мағынаны білдіреді екен. Өткен шақта тұр. Енді кім ерді? Ол ерді, олар ерді. Оны қайдан білеміз? Ол ерді деген сөз. Ол насараға келіп тұр. Ол дегенді қайдан алдық? Себебі насараның ішінде хуа деген сөз жасырын тұр. Есімдік жасырын тұр. Сонда ол ерді. Ка деген бізде насып болып тұр. Жалғанған есімдік. Ол саған ерді деген мағына шығады сонда. Табиға. Табиға. Ол ерді. Ка деген насып болып тұр. Ол ерді кімге? Ка деген анта, яғни саған ерді деген шығады. 8-де қалай болады? Бұл бізде исім мади деп тұр. Енді бізге просто сұрақ керек міне. Қай версиясы? Насараны қай версиясы? Насарада. Хуа насара, хума насара, хум насару, хия насарат, хума насарата, хунна насарна, анта насарта, антума насартума, антум насартум. Сосын анти насарти, антума насартума, антум насартунна, ана насарту, нахну насарна. Бізге осыны қайсысы деп тұр? Бұл жерде ешқандай жалғанған есімдік жоқ. Жақсы. Фатхамен бітіп тұр. Фатхамен бітсе біз айтамыз. Бұл насарамен сәйкес келіп тұр. Яғни оның ішінде хуа деген жасырын тұр. Ол васуаса жасады деген сөз ғой. Кеттік. Ешқандай есімдік жалғанып тұрған жоқ. 9-да. Қасама дейді. Оған не жалғанып тұр? Есімдік хума деген жалғанып тұр. Насып болып тұр мұнау. Хума қайдан келіп тұр? О, мына хумаға келіп тұр. Хума рафа, хума рафа болып тұр. Мұның ішінде қасаманың ішінде қандай есімдік жалғанып жасырын тұр? Бұның ішінде насара, хуа насара, яғни хуа деген сөз жасырын тұр. Ол бірден істеді деген сөз. Мағынасы кейін. Зақа шаджарата. Бұл жерде жалғанған есімдік жоқ, жай өзі. Мади, фиғыл мадидің өзі. Бізге айтады, есімдігі ішіндегі жасырынып тұрған есімдік қайсысы? Біз енді насараны алифпен бітетін іздейміз. Хуа насара, жоқ, фатхамен бітіп тұр. Хума насара, міне. Алифпен бітіп тұр. Алифпен бітсе, оның ішінде хума деген сөз жасырын тұр. Сонда зақа деген дәм татума, дәм тату дейді. Ол екеуі дәм татты дейді. Енді яғни ағаштан жеді деген сөз. Жеді, дәмін татты. Кім? Ол екеуі адам атамен Хауадан тура айтып отыр. Сонда ол екеуі жеді деген сөз. Нені жеді? Ағашты жеді. Яғни ағаштың жемісін жеді. Саджара, бізде шежіре дейміз ғой, бұл ағаш. Нені жеді? Ағашты жеді. Кім жеді? Ол екеуі. Ол екеуі дегенді қайдан шығардық? Ол екеуі деген мына алиф келіп тұр міне. Ішінде хума деген жасырын тұр. Ол екеуі жеді, дәмін татты деген сөз. Кеттік. 11-де қалай? Заламна. Мұнау бізде фиғыл мади дейді. Оған ешқандай не жоқ. Жалғанып тұрған есімдік жоқ. Жалғыз өзі тұр. Жақсы. Сонда заламна. Бізде заламна, яғни зұлымды жасады. Кімдер зұлымды жасады? Біз зұлымды жасады. Ол зұлымды жасады. Қалай аударамыз? Насараны есімізге түсіреміз. Насарада на деген бар ма? Бар. Міне насар на. Оның ішінде нахну деген жасырын тұр. Нахну деген біз деген сөз. Сонда зұлымды жасаған кім?
Біз зұлымды жасадық дейді. Заламна анфусана, біз өз-өзімізге зұлымды жасадық. Адам ата мен Хауаның дуасы бар ғой. Заламна анфусана, Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана деген сол ғой. Біз өз-өзімізге зұлымды жасадық. Біз деген қайдан шығып тұр? Сонда міне нә деген шығып тұр. Анфуса бізде мудаф болып тұр. Сосын нә бізде мудаф илей болып тұр. Бұл біз нахнудың насып түрі. Біз айттық, есімдік есімге алғанса не болады? Мудаф, мудаф илей идафа болады дедік. Анфус насы өзімізге зұлымды жасадық. Біз зұлымды жасадық. Кімге? Өзімізге. Келесі 12. 12-де бізде фиғыл мади келіп тұр. Ахраджа деген. Бұнда ешқандай жалғанған есімдік жоқ. Жақсы. Енді сұрақ ахраджа қуып шықты, шығарды деген мағынамызды. Кім шығарды? Мен шығардым ба? Сен шығардың деген сөз бе? Біз шығардық деген сөз бе? Ол үшін насараны есімізге түсіреміз. Насараны міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Осындай реттілікпен хуа насара, хума насара, хум насару. Бізде фатхамен біттіре мұнау. Яғни ішінде не бар? Хуа бар. Ол деген сөз. Сонда ахраджа, ол шығарды дейді. Ол шығарды деген сөз. Ішінде хуа деген жасырын тұр дейміз. Кеттік. Аудармай қойып. Так, тағы кеттік. Фағалу деген бізде не екен? Фиғыл мади екен. Бізге сұрақ қойып тұр. Бұл фағалу деген жасады деген мағынаны береді. Жасады, орындады. Яғни кім орындады? Сұрақ кім орындады? Ол орындады, біз орындадық, олар орындады, сен орындадың. Ол үшін біз мына комбинацияны насарадан іздейміз. Мынаны іздейміз. Ол бізде бар ма? Насарада. Мін тұр. Хум насару, олар көмектесті. Яғни мына ішінде олар деген, олар жасады деген сөз шығады екен. Фаалу, олар нешеде? Жасады. Олар дегенде қайдан алдық? Мынадан алдық. Түсінікті ме? Бұл жерде ешқандай есімдік жалғанып тұрған жоқ. Амара. Амара бұйрық етті деген сөз. Бұйрық етті. Кім етті бұйрық енді? Біз бұйрық еттік. Біз бұйырдық. Бұйырды деген сөз. Енді сұрақ, бұл жерде жалғанған есімдік жоқ. Сондықтан біз бірден есімдікті іздейміз. Амара. Кім бұйырды? Біз бұйырдық. Олар бұйырды. Бұл бізде фатхамен бітті. Фатхамен бітсе, оның ішінде хуа деген жасырын. Сонда ол бұйырды деген сөз. Ол бұйырды. Рабби бил қисти. Келесі. Мән харрама. Бұл да оңай. Харрама, харам қылды деген сөз. Жақсы. Енді кім харам қылды? Мүнжеде бұл бізде немен біттір? Фатхамен біттір. Фатхамен бітсе, оның ішінде қандай есімде жасырын тұр? Хуа деген. Ол харам қылды деген сөз. Жақсы. Ол деген сөз бар. 16-та қалай? Жаа. Келу. Енді кім келді? Сол бізге маңызды. Ішіндегі есімдікті іздеу керекпіз. Қандай есімдік? Жаа бізде фатхамен біттір. Бізде насараны есімізді салсақ, фатха бізде біріншісі. Сонда ішінде хуа, ол келді деген сөз. Түгел аудармай қойық. Каззабу бізде фиғыл мади дейді, белгілеп қойған. Жақсы. Бізге сұрақ қойып тұр. Қай есімдік ішінде жасырын тұр дейді. Бізге мұнау таныс. Насараны есімізге түсіреміз.
Хуа насара, хума насара, хум насару, амин түркен ғой. Сонда бұның ішінде хум насару, ішінде хум деген сөз жасырын тұр. Сонда кәззаба өтірік айтты, өтірікке шығарды. Олар өтірікке шығарды деген мағына шығарды. Олар дегенде мынадан біліп тұрық. Сосын тағандай бар. Вастакбару бізде фиғыл мади деп тұр. Жақсы. Мағынасы тәкаппар болды деген сөз. Енді сұрақ. Кім тәкаппар болды? Олар тәкаппар болды, біз тәкаппар болдық, мен тәкаппар болдым. Қайсысы? Ол үшін біз мынаны соңғысына қараймыз. У деген бізде бар ма? Насараны есімізге түсіреміз. Насару, хуа насара, хума насара, хум насару, амин тұр. Хум насару, яғни олар насарудың ішінде хум деген бар. Хум олар деген. Сонда олар тәкаппарлы жасады, тәкаппар болды деген мағына шығады. Олар тәкаппар болды. Түсінікті ме? Так, енді осылай жайлап біз аударамыз. Тағы да бар екен, соны біз тағы да жаттығу бар екен, соны орындап жүрейік. Артында тағы да жаттығу бар екен. Ой, кешірім сұрайын, тағы да жаттығу бар, яғни аудармай ақ қояйық, бірақ нені табу керекпіз. Есімдік пен фиғылды. Фиғыл мади. Халяқа кум. Бізде бұл жерде халақанны көрсетейін. Мұна бізде мади болып тұр, фиғыл мади, өткен шақтағы. Сосын оған кум деген не есімдік жалғанып тұр. Бұл насып болып тұр. Неге? Себебі фиғылға жалғанып тұр. Халақа деген бізде жарату деген сөз. Жарату кім жаратты? Насараны есімізді түсіреміз. Оның ішінде хуа деген сөз бар. Сонда ол жаратты, кум сендерді деген мағына шығады. Кум деген әнтумнан келіп тұр. Келесі. Джипту кум. Джипту деген бізде фиғыл мади. Кум бізде жалғанған есімдік. Әнтумнан келіп тұр, насып болып тұр. Неге? Джитту. Ішінде қандай есімдік жасырынып тұр? Ту деген насар ту, яғни мен әна деген жасырынып тұр мына ішінде. Насар ту. Әна насар ту міне. Мен келдім деген сөз. Мен сендерге келдім. Сендерге дегенде мынадан алып тұрық. Кум деген әнтум, сендер дегеннен келіп тұр. Сонда мен житту, мен келдім сендерге деген. Мен сендерге келдім деген сөз. Деген сөйлем шығады. Келесі. Маттахтахум дейді. Қиын сөз екен. Маттахтахум. Мынау бізде фиғыл мади болады. Яғни өткен шақ фиғыл. Хум оған жалғанып тұрған есімдік болады, насып болып тұр. Аудармай қояйық, мағынасы қиындау екен. Жағалнакум. Бұл бізде бірінші мына жағална бізде мади болып тұр. Сосын оған кум деген есімдік насып болып жалғанып тұр. Жақсы. Енді жағална жасау, жағална жасау. Кім жасады? Нә дейді. Яғни нәхну жағална, біз жасадық. Біз дегенді айдын алдық. Нә деген тұр. Нәхну насарна, нәхну жаална, біз сендерді жасадық, жараттық деп аударамыз. Ал бесте қалай болады? Ваджаатхум. Бізде мына жерде белгілейміз сіздерге. Жаат деген бізде фиғыл мади, өткен шақ. Оған есімдік хум деген жалғанып тұр, насып болып тұр. Сонда жаат бізде бұл ол сендерге келді дейді. Мағынасы ол сендерге келді. Женский родта бірақ. Неге? Себебі міне сукунды та келіп тұр.
Сондықтан женский родта. Хия жаат хум. Хия деген жасырын тұр мынаның ішінде. Хия деген есімдік ішінде жасырын тұр. Женский родта ол деген. Фа жаалнаха. Фа деген ол просто жай келеді. Менің алдында фиғылдың. Жаална бізде фиғыл мади. Оған есімдік насып болып жалғанып тұр. Сосын қалай аударамыз? Жаална жасадық. Біз жасадық оны дейді. Жерді деп айтады ғой. Жерді атып. Жаалнаха деген оны. Біз оны жасадық, жараттық. Келесі. Ақалуху. Ақалу. Ақылға салып ойлану ма? Түсіну. Түсіну дейді. Жақсы. Ху деген бізде жалғанған есімдік насып болып тұр. Түсінді. Олар түсінді. Яғни хум ақалуху. Олар оны түсінді. Олар дегенде қайдан алдық? Оны насарадан келіп тұр. Хум насару болып тұр. Олар көмектесті. Олар түсінді. Нені? Оны. Олар оны түсінді деген сөз. Мына фа забахуха. Бұны өттік. Фа забаху. Бұны бізде фиғыл мади болып тұр. Оған есімдік жалғанып тұр, насып болып тұр. Сонда фа деген бөлек келіп тұр. Фа сөйтіп фа забаху. Бұның фа забахуда бізде нені тауы керекпіз? Есімдікті. Қайсысы? Хум забаху. Забаху. Яғни олар құрбан шалды оны. Нені? Оны. Бізде женский род, себебі олар сиыр туралы айтып отыр. Сиыр женский родта сөз. Олар оны құрбан етті деген сөз ғой. Массатхум. Массатхум. Массат бізде не? Фиғыл мади. Хум бізге насып болыпты, жалғанған есімдік. Мағынасы қалай болады? Массат. Массатхум аудармай қойып жай кеттік. Бірақ хия ішінде жасырын тұр. Хия деген есімдік мына ішінде жасырын тұр. Оны қайдан білдік? Оны мына сүкунді айтып тұр. Насарат. Хия насарат деген сияқты. Атайнакум. Атайна. Атайна бұл бізде фиғыл мади. Оған насып болып тұр есімдік. Кум әнтумнан келіп тұр. Атайна деген біз бердік дейді. Біз деген дайын нахну атайна. Нә деген біз деген де алдырып тұр. Нә деген біз. Біз бердік сендерге дейді. Атайна. Атайнакум. Біз бердік. Раббана атина дейді. Атайна. Біз бердік сендерге деген мағына шығады. Заламуна. Заламуна. Заламу фиғыл мади. Нә оған жалғанып тұрған насып жағдайдағы есімдік. Сонда мына заламу зұлымдық етті. Кімдер? Олар. Неге? Себебі у деген еттім. Хум насару. Хум заламу. Яғни олар зұлымдық етті. Кімге? Бізге. Нә деген нәхнудан келіп тұр. Сонда олар бізге зұлымдық жасады деген мағынасы. Олар бізге зұлымдық жасады. Фаахазаткум. Фаахазатхум. Ахазат бізде фиғыл мади бар. Хум жалғанған есімдік насып болып тұр. Аудармай қойып. Бірақ мұнан ішінде біз айта аламыз хия деген жасырын тұр дейміз. Осын, келесі 13. Наджайнакум деген. Жақсы. Наджайнакум. Наджайна бізде фиғыл мади бар. Кум әнтумнан келіп тұр. Есімдік насып болып тұр. Фиғылға жалғанып тұр. Сонда
Наджайна кім құтқарды деген сөз ғой. Құтқарды, кім құтқарды? Ішінде нахну наджайна деген сөз. Нахну ішінде жасырынып тұр. Оны қайдан білдік? Нахнуда ол нә деген айтып тұр. Нахну насарна деген сияқты. Біз құтқардық кімді? Сендерді дейді. Кум әнтум сендерді біз құтқардық деген. Biz sendерді құтқардық деген мағына шығады. Фаддалтукум фаддалту бізде фиғыл мади, оған есімдік насып болып жалғанып тұр. Сонда мына ішінен фаддалтудың ішінен біз есімдік, жасырынып тұрған есімдікті керек. Ол үшін біз насараны есімізге түсіреміз. Насарту, әна насарту, яғни мен көмектестім. Фаддалту, мен сендерді үстеметтім. Мен үстеметтім кімді? Кум, сендерді әнтумнан келіп тұр. Сендерді үстеметтім басқалардан. Фаддалту, мен сендерді үстеметтім деген сөз. Фаддалту, үстеметтім артық қолдым деген сияқты. Келесі. Фаахраджахума. Ахраджа бізде фиғыл мади болады. Хум оған жалғанып тұрған есімдік насып болып тұр дейміз. Насып болып тұр. Сонда мағынасы қалай? Ахраджа бізде фатханың бүттісі хуа деген ішінде жасырынып тұр. Сонда ол шығарды кімді? Ол екеуін. Ол шығарды. Ол шығарды. Ол екеуін шығарды. Ол екеуін ол шығарды деген мағына шығады. Ол екеуін деген мынау кім шығарды? Ол шығарды. 16-ға алламтана дейді. Алламтана. Алламта бізде фиғыл мади, оған нахну деген есімдік жалғанып тұр. Түсінікті ма? Насып болып тұр. Мынау бізде насып болып тұр. Нахнуден. Ал фиғыл мадиіміз мынау алламта. Насараны есімізге түсіреміз. Әнта насарта алламта. Әнта алламта. Сен үйреттің бізді. Бізді қайдан келіп тұр? Біз нә деген. Кімді үйреттің? Бізді үйреттің. Насып болып тұр. Яғни фиғылда толықтырып тұр нә деген. Толықтырып сөз насып. Сонда сен үйреттің. Сен дегенде айналдық. Әнта міне тәден келіп тұр. Әнта насарта, әнта алламта. Сен үйреттің бізді деген мағына шығады. Арадахум. Арада бізде фиғыл мади болады. Оған есімдік жалғанып тұр, насып болып тұр, яғни мына хум. Сонда қалай болады? Арада ол алып келді. Олардың алдына алып келді деген мағына шығады екен. Олардың алдына алып, ол мынау хуа дегенді білдіріп тұр. Ол алып келді оларға. Олардың алдына алып келді деген сияқты. Арада. Бағасына қайта тірілттік. Кім тірілтті? Біз. Оны айдамыздық. Нахну насарна. Яғни нахну бағасына. Біз қайта тірілттік. Қайта тұрғыздық оларды. Хум насып болып тұр. Кімді? Оларды. Біз оларды қайта тұрғыздық. Қайта тірілттік деген мағына шығады. Сосын тағы да бар екен. Өстіп біз аударып жайлап үйрен. Бірақ мына нелер өте маңызды. Есімдіктер араб тілінде өте маңызды. Әкрахтана дейді. Макрух деген сөз бар ғой. Соған ұқсас. Әкрахта. Ла икраха фиддин. Мұны соған келіп тұр. Сен деген мына әкрахта, әнта насартаға ұқсап тұр мынау. Әнта насартаға ұқсап тұр. Яғни сен мәжбүрледің кімді? Нахну бізді деген сөз. Нахну бізді деген сөз. Сен бізді мәжбүрледің.
Нә бізде жалғанған есімдік насып болып тұр. Нәхнудан келіп тұр. Фа-ға-қа-ру-ха. Ға-қа-ру. Ға-қа-ру бізде фиғыл мади. Ішінде хум деген жасырын тұр. Ха деген бізде ниядан келіп насып болып тұр. Есімдік жалғанған есімдік. Бұның мағынасын білмедім. Фа-әнзәрту-кум. Әнзәрту. Мұнан ішінде әна деген жасырын тұр. Фиғыл мади. Оны айдан біліп ту деген. Әна насарту. Кум әнтумнен келіп тұр. Насып болып тұр. Фиғыл жалғанғасын насып болып тұр. Сонда әнзәртум. Мен түсірдім сендерге деген мағына шығады. Мен деген қайдан білдік? Әнзәртум. Түсіру, жіберу. Ту деген әна дегенді білдіріп тұр. Яғни мен түсірдім сендерге. Кум деген әнтум сендер дегенді білдіріп тұр. Сонда кімге жібердім мен? Сендерге жібердім деген мағына шығады. Әнзәлна. Әнзәлна мен жерде әнзар мұна дейтін назир ғой. Әнзарна ескерту, кешірім сұраймын. Мұна әнзарна, әнзарту, сендерді, мен сендерді ескерттім. Әнзарту, мен сендерді ескерттім, кешірім сұраймын. Әнзална, түсіру, ішінде нәхну бар, себебі нәмен бітіп тұр. Сонда біз түсірдік, ху деген хуадан келіп тұр. Есімдік насып болып тұр. Сонда біз оны түсірдік дейді. Оны түсірген біз деген мағына шығады. Ата-анакум. Ата-ана. Ішінде нәхну деген бар. Нәхну насар. Хунна бар. Хунна насарна. Ата-анакум. Кум әнтумнан келіп тұр. Насып болып тұр. Ата-ана. Қалай аударамыз? Инна аътайнака деген. Аътайнака деген келіп тұр. Сонда қалай болады? 23 дейді. Жоқ, ата-а. Бағыну екен ол. Ата-ана аътайна. Жоқ, аътайна емес. Ата-ана бағыну екен ол. Бағыну, 23 бағыну. Олар, яғни әйелдер хунна кум сендерге бағынды. Солай болма? Олар бағынды сендерге деген болады екен. Жақсы. Нони иғда әхдалаху. Бағын өтіп жөрейік. Фа-жа'алахум. Бұл оңай енді. Жа'ала жасау. Ол жасады, хум сендерді деген сөз. Хум насып болып тұр жалғанған есімдік. Сосын аътайна енді кеп тұр. Аътайнака, инна аътайна бердік. Кім? Біз. Нәхну деген жасырын тұр. Нә деген. Ка деген әнтадан келіп тұр. Ка деген сен, яғни әнта деген сен, саған, біз саған бердік деген. Әл-каусара. Тұтты ма? Сөйтіп біз аударып бастаймыз. Осымен есімдік, бүгінгі тақырып осы болды. Есімдіктер фиғылға жалғанады осылай. Фиғылға жалғанғанда насып статуста болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы болды. Сол ажырату. Қай кезде ол фиғылға қалай жалғанып тұр, соны бізге бүгінгі тақырып сол болатын, ажырату болатын. Аудару емес, ажырату. Мына жерде жалғанып тұр. Сосын кум деген әнтумнан келіп тұр. Насара кум. Фатақаббалаха. Ха деген жалғанып тұр. Есімдік насып болып тұр. Әнбатаха жалғанып тұр. Сосын тахараки. Ки деген әнти деген сен деген женский род. Кум әнтумнан келіп тұр. Насып болып тұр. Каззабука, анта, каззабука деген бізде насып болып тұр, антадан келіп тұр. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Фиғыл мадиға, яғни өткен шаққа есімдіктер қалай жалғанатынын өттік. Фиғыл мади.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.